Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлтынай. Бүгін тақырыпты көргендеріңіздей, бүгін сіздерге партизанский видео айтатын боламын. Қандай видео? Кәрістер ақшаны қалай жинайды? Жалпы бұлар ақша жинайды ма? Осы жайында айтатын боламын. Неге мен дәл осы тақырыпты таңдадым? Себебі менің соңғы бейнежазбаларымның соңында пікірде, комментарийларда көбіңіз Құлтынай, сен осындай видео түсіріп ақшаны қырып тауып жатқан шығарсың, иә? Құпия болмаса табысыңыз қанша, ютубтан қанша табасыз деген сияқты сұрақтар өте көп келіп кетті. Одан бөлек мен инстаграмда тікелей эфирді көп жасаймын. Тікелей эфирді соңғы күндері көп жасап жүрмін. Сол кездері тікелей эфирде маған көп келетін сұрақтардың бірі дәл осы сұрақ. ютубтан қанша табыс табасыз? Табысыңыз жақсы шығар деген сияқты сұрақтар келеді екен. Барлықтарыңызды қызықтыра бермей, өзімнің табысымды айтуды жөн көрдім. Иә, плюс-минусымен бір айда $100 ғана табамын. Одан көп. Мен ақша қырып тауып жатырмын деген әңгіме емес. ютубтан сіздер ойлағандай ақша табу әзірше ондай дәрежеде емеспін, иә? Ақша онша көп түсіп тұрған жоқ. Енді дәл осы ақшаны тапқан кезде, ең алғаш қолыма $100 түскен кезде, шынымды айтайын, қатты қуандым, себебі мен бір блог жасап ақша табу дегенді бір қызық көрінді. Сонымен жолдасыма бұл ақшаны не істейміз деп айтқан кезде, жолдасым сенің блогың өзің біл деп айтты. Сонымен мен жолдасыма давайте баламызға жинайықшы. Баламызға жинап берейік болашағында. Әйтеуір сенің мамаң папаң жасаған ютубтағы каналының ақшасы деп берген әрине күшті ғой, иә? Солай жасайық дедім. Басында камера, микрофон, осындай нәрсе алсам ба деп ойлағанмын, бірақ оған жолдасым барлығын алып беріп қойғандықтан оны алмайтын болып, сонымен баламызға жинауды жөн көрдік. Кореяда балаңызға шот аштыра аласыз. Туылған шыр етіп дүниеге келген сәттен бастап балаңызға шот аштырып ақша жинай аласыз. Сонымен әрине біз туылған кезінен бастап ашып берген шотымыз бар. Одан бөлек мамасының ютубтан түскен табысын мен ай сайын мына тоңжаңға салып отырамын. Бұл тоңжаңды біз ашып бердік. Міне. Осы тоңжаңды ашатын кезде өзіне печатта жасатып алғанбыз ғой, өйткені печатты да бірге печатта қажет болады. Сол үшін печатын да жасатып алдық, басқасын да жасаттық. Осылай Құлтынайдың ай сайын ютубтан түсіп тұрған табысы баламның шотына автомат түрде кетеді. Яғни ютубтағы табысты мен ешқайда жұмсамаймын. Оншалықты қырып табыс тауып жатқан түрімізде жоқ. Бүгін бейнежазбада көріп тұрғандарыңыздай, түсінгендеріңіздей, естігендеріңіздей кәрістер қалай ақша жинайды, осы жайында айтатын боламын. Екіге бөліп айтайын. Екіге бөліп жинайды. Біріншісі кішкентай балаларына, екіншісі ересек адамдар ақшаны қалай жинайды. Ең алдымен кішкентай балаларына жинаудың екі түрі бар. Біріншісі страховка арқылы, екіншісі жаңа мен көрсеткен тоңжаң арқылы, яғни өзінің жеке шот арқылы ақша жинайды. Страховка арқылы қалай? Іште жатқан бала әлі дүниеге келмесе де, оның атына страховка ашып қояды. Страховка ашып қояды да, бала дүниеге келгеннен кейін ауруханаларға көп барамыз ғой, бала деген. Сол кезден бастап 1 жасынан 20 жасына дейін ай сайын $50 құйып отырсаң, 20 жастан бастап өле-өлгенше 100-ге болсын, қаншаға болсын, өле-өлгенінше ешқандай больницаның барлығына тегін қаралады. Сондай страховкалардың түрі бар. Немесе мынанша жасқа дейін құйса, мынанша ақша қайтарып береді деген страховкалар бар. Әйтеуір бірінші сақтандырумен ақша жинайды, екіншісі мен жаңа көрсеткен шот арқылы, тоңжаң арқылы ақша жинайды. Тоңжаң арқылы қалай жинайды? Мен бірінші өзімізді пример келтірейін, баламыз дүниеге келгеннен кейін білесіздер, ана жерден көршің келеді, мына жерден туысқаның келеді, апа-атасы бар, достары бар, басқасы бар, барлық көрімдік әкеледі. Алып келген көрімдігінің барлығын бір тиынын да алмай, өзімізге жаратпай, түгелімен қайда? Тоңжаңға, баламыздың шотына жібереміз. Міндетті түрде бұл кәрістердің өздерінің сіңіп қалған нелері, дәстүрлері екен, барлығын тиіспей сразу тоңжаңға апарады. Одан бөлек көріп тұрсыздар, менде ютубтан түскен табысының барлығын автоматты түрде баламның фонды тоңжаңына кетеді. Міндетті түрде. Оған біз тиіспейміз. Менің арманым, әрине сіздер күлулеріңіз мүмкін, жолдасыма да айтқан кезде күлгендігім бұл арманымды. Менің арманым ертең болашақта балама маңызы бар, балам үшін маңызды күнде мен бір тоңжаң бере алатындай дәрежеде болсам екен деймін. Яғни алғаш рет университетке түскен кезде, оқуға, алғаш рет шетелге оқуға барған кезде, үйленген кезде, осындай кездерде мен балама жайлап барып қолына тоңжаң беріп, өзіңе керегіңе жарат деп бере алатындай дәрежеде болсам екен. Бұл менің шынымды айтсам арманым. Жолдасым көреді, арманың күшті екен ғой, сенің басқалардың арманы үйлі болу, немесе басқа бір сумкалы болу болып жатса, сеніңкі тоңжаң беру ма дейді. Жоқ, шынымен мен балама солай жасағым келеді. Және қазіргі күнге дейін де баламызға, үйге бір қыдырып барсақ, баламызға біреу ақша береді ғой. Соны балам біледі уже. Бұрындары ойыншық әперші деп айтатын болса, қазір ютубта біреулеріңіз ойыншық әпермейсің бе, жылата бермей деген пікірлер де бар еді ғой, білесіздер ма?
сөйтіп айтқанымен, бірақ уже өзі де біледі, біреу ақша берсе бірден мамасына кофе әпереді де, қалғанын өзінің шотына салуға банкке. Мама кеттік банкке, папа кеттік банкке деп айтады. Өзінің шотына салғызады, өзі барып салады. Яғни бұларға туа біткен, қаннан келе жатқан тәрбие деп айтайыншы, үлгі алуға болатын тәрбие деп айтамын, себебі өзінің атына ақша жиналып жатқанын біледі бала. Және артық ақша шашпай, өзінің банкіне, өзінің шотына барып салуды үйретсеңіз, одан рахат алады да бала. Әрбір түскен ақшаны банкке барып өзі салуға тырысады. Солай үйретіп қойғанбыз өйткені. Және де бұл осындай вариантында. Енді үлкендер қалай ақша жинайды? Ересек адамдар әрине акциямен, фондпен, тағы бір недвижимостьпен, үй салу, үй сатумен ақша жинайтын жандарды жететін шығар, бірақ ең қарапайым түрін айтатын болсам, айлықтарын автоматты түрде ақша жинауға бөліп отырады. Яғни Кореяда айлықты ешкім қолма-қол алмайды. Барлығы тоңжан картаға алады. Сіз алғаш жұмысқа кірген кезіңізде сізден картаңызды, шот номеріңізді сұрайды. Сол кезде картаңызды апарып бересіз. Карта жасатқан кезде плюс ақша жинайтын депозит карта дейін ба, қалай айтайын, сондай тағы аштырады. Сонымен айлық алған кезде мен даже айлықтарынан 80%-ын бірден жинауға депозит құйып жатқан адамдарды да білемін. Өздері бомж сияқты жүреді, не ішпейді, не кимейді, әйтеуір салақтап бүйтіп жүре, аяқты костюм шалбармен кроссовка киіп алып салақтап жүре береді да. Ал олардың жинап жатқан ақшасы айлығының 80%-ын жинап жатқан адамдарды да білемін. Немесе айлығының 50%-ын, айлығының 30%-ын, әркім қандай жағдай жетеді, қандай дәрежеде жинай алады. Әйтеуір жоқ дегенде тиын болса да жинайды. Бұл кәрістердің қанға біткен тәрбиесі екен. Яғни ақша жинау керек деп есептейді. Себебі қай кезде қандай жағдай болады, қай кезде қандай жағдай орын алатынын білмегендіктен міндетті түрде кішкентай болса да ақша жинауға тырысады екен. Кәрістердің барлығы деп айтпай ақ қояйын, бірақ мен көріп жүрген менің айналамда кәрістердің жартысынан көбі мақсаттары біреу: Сеулдан үй алу. Сеулде үй деген білесіздер өте қымбат. Кореяда жалпы үй бағасы өседі, күннен күнге өседі. Ол төмендегенін көрген емеспін. Сеулден үй алу қымбат. Барлығы да басқа райондардан жаңағы жиған ақшасын жинап отырады да, бірден сол ақшаны алып, үстінен кредит алып, үй сатып алады. Сөйтеді да, қайтадан айлығын кредит төлей отырып ақша жинап, мына үйін сатып жібереді да, үйдің бағасы көтерілді ғой. Үстінен түскен ақшаны қосып алады да, қайтадан кредит алып, Сеулден үлкен үй алады. Яғни үйлерін осылай бұлар өсіреді. Мысалға айтайын, $300,000 үйіңізді өсіріп бір $500,000 сатады да, $500,000 сәл үстінен ақша қосып кредит алып, тағы да бір $1,260,000-70,000, әйтеуір долларлап, көптеген долларлап қымбат үйлерді осылай сатып алады. Бірден ондай үлкен ақша қарапайым халықты қайықтан болсын, осындай тиыннан құрап теңге құрастыратындар кәрістер. Соны мен сіздерге де айтқым келетіні, жалпы ақша жинаңыздар. Әсіресе осында тұрған отандастарымыз Кореяда қымбатшылық екенін білемін, біле тұрада неге қайта ақша жинаңыздар деп айтам. Себебі бір рет магазинге бармай, бір рет киім алмасаңыз, сіз айына жоқ дегенде мен жинай алмадым деген кезде $200-300 жинайсыз. Осында қанша боласыз? 2 жыл, 3 жыл боласыз ба? 3 жылдың ішінде ай сайын $300 жинап отырмын деңізші. Сіз осы жерден кететін кезінде еліңізден бір үй алатындай ақшаны жинап кетесіз. Және тағы бір кәрістердің ақша жинауы, ол үйде копилкамен. Жалпы кәрістер копилканы, бұлардың копилка мүсіндері шошқаныкі болады. Неге? Себебі кәрістер шошқаны үйге бақ келдіретін жануар деп есептейді екен да. Копилкалардың барлығы көп жағдайда, бәрі деп айтпаймын, көп жағдайда шошқаның мүсінінен болады. Әрбір үйде бір копилка болады. Базарға барып келіп, бір жерден үйде қалған артық ақшаның бәрін копилкаға салып жинайды. Одан да олар ақша жинап барып банкке құйып қояды. Бұлар осындай системамен өмір сүреді. Біздің үйде де копилка бар. Баламыз жүрген жерінен тиын тауып алса, сразу барып тиын тамақ беремін деп копилкаға құйып атады да, міндетті түрде. Мен есімде копилкаларды ақша жинап, үйге кірді кептіретін, стиральный машина сияқты кептіретін сатып алдым. Одан тағы да үйге мен техникалық заттар сатып аламын. Жылына бір рет копилкамды бұзамын да, ішінде ақшам бәрін шығарып банкке барып, ақша құйып, өзіме үйге бір зат аламын. Міндетті түрде жылына бір рет. Кейде болады, көп жинап қаламын, кейде аз жинап қаламын, бірақ жинауға тырысамын. Мен ол жинағанда маған да қызық, бірақ мен балама сол арқылы тәрбие беріп жатырмын деп ойлаймын. Кішкентай нәрсені үнемдесек, ертең болашақта сізге үлкен нәрсеге көмегін тигізеді. Сіз өзіңіз ғана жинап қоймай, өзіңіздің болашақ ұрпағыңызға да, бала-шағаңызға да сондай ақша жинау тәрбиесін беріп жатасыз. Ақшаны қалай жинау керек екенін үйретіп жатасыз. Мен көрген кәрістердің балалары, олар уже кішкентайынан ата-анасы ақша жинағанды көріп өскен балалар ертең
өскеннен кейін де жұмыс жасап айлық тауып ақша алып табыс тауып жатса да мен ақша жинауым керек қой деген оймен өседі да, и табысының 50%, 70% болсын бұлар ақша жинап отырады. Өйткені қандарына сіңіп қалған тәрбие. Менің айтқым келетіні бір-ақ нәрсе, әр қазағым бай болса екен, бар болса екен, ақша жинаса екен, және ақшаның қадірін білсек екен. Әрине құны жоқ қой, білесіздер, менде маған да ауызбен айту оңай, өйткені кейде мен де жинай алмай жаратып қоятын кездерім болып жатады, бірақ жинауға тырысамын сонда да. Өйткені мен жинаусам ғана менің балама сондай ақша жинау тәрбиесін үйрететіндіктен жинауға тура келетін кездерде болады. Тағы да қайталап айтам, теңге тиыннан құралады. 5 теңгені жисаңыздар, бір күні 5000 теңге болатынына кәміл сенімдімін. Ақша жинаңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көремін, сау болыңыздар.